аңызды дәріптеуді көненің көзін көрген апаларымыздың, әжелеріміздің жалғастырамыз. Бүгінгі ұлттық тағам түрі бәліш. Бәліш қамырдың ортасына еттің, малдың етін немесе балықтың етін қосып, пешке пісірілетін бүкпе нан. Ал енді өзінің аспаздық өнерімен бөлісіп, бізге бәліштің қалай жасалатынын көрсететін Баян апайды ортаға шақырайық. Қош келдіңіз, Баян апай. Қош келдік, қыздар. Бәліш қандай заттар керек екенін айтып кете аласыз ба? Дұрыстап қазының өзін дұрыстап жуып тазалауымыз керек. Қылтаны болса қылтанын алып тастап, барлық керек жоқ нәрселердің бәрін кесіп, тазалап, осылай дайындап аласыз. Осы қазыны дайындау үшін қосатын тағамдарымыз қара құмық, қамыр, алма, қара бұрыш, тұз, қыша, бал, сарымсақ и майонез керек. Ең алдымен мына қазыны алып, жақсылап тұрып, тұзды жағамыз, тұзын сіңдіріп, денесіне, мына қаздың үстіне былай алып, қолмен ақырын-ақырын бәрін былай жағамыз. Қазыны денесін жуғанда жуамыз ғой бірінші, сонда денесі кішкене суланып тұрады, сондықтан тұзды жағу оңайлау келеді. Жан-жағынан мол бұқтылай. Неге десем бұл тұзды осылай көбірек салу керек. Дымқылын кетіру үшін. Иә, дымқылын кетіру үшін. Сосын мынау еттері, қалың еттеріне сіңу үшін мынаны дұрыстап қазға осылай тұзды жағу керек. Жағамыз осылай. Мынау ішіне де тұзды қолмен ақырын-ақырын бәрін жағамыз. Неге десеңіз, ертең салғанда бәрін дұрыстап тұз сіңіру керек ішіне. Барлық жағынан. Ал енді арайлы келесі жолы мынау қазға бал мен қышаны жағу керек. Мына қазының етіне нормасы бар ғой, дәрі тамақтың. Сондықтан мына енді қышаны 1,5 қасықтай салу керек. Неге десең, жетпей қалуы мүмкін, сондықтан 1,5-2 қасық болса да сала беруге болады. И балды да солаймен сондай расчетпен салуға болады. Екеуін араластырамыз. Ал енді біз қыша мен балды жағып атырмыз ғой. Балды біз не үшін жағамыз? Қаздың денесі, терісі сондай жақсы болып, өте сәнді болып піседі. Қышаны біз не үшін жағамыз? Оны еті сондай баппен жақсылап асықпай дұрыстап піседі. Сол үшін жаңағы қышаны жағамыз. Мына қышаның балды сыртына ғана жағамыз. Неге десең, еті дұрыстап дәмді түрі жақсы болып пісу үшін солай үстіне жағамыз. Ал қаздың ішіне қыша мен бал жағылмайды. Енді мынау қаздың ішіне қара қымықпен алма саламыз. Мына алдымыздағы қазы 4,5 килодай тартады. Бұл осы қазыға жаңағы 1,5 стақан қара қымық керек и мынандай 3-4 алма керек. Мына кеседе 1,5 стақан қара қымық бар. Соны жаңағы айтып отырмын ғой, суық сумен толтырамыз, суық су құйып, 1 сағатқа бетін жауып қойып қоям. Сонда өзі осылай суы ішіне сіңіп, суы сіңеді, осылай өзі көтеріліп дайын болып қалады. Ал мен дарайым бір алманы кесіп көрсеттім. Осылай алып, тура осылай кесіп дайындай берeceğim. Мен мына қара қымықты
бері мынау қазының енді қаздың ішінде қаз майы көп болады. Соны дұрыстап ішінде піссін деп мен осыны ақырын пышақпен босатып аламын. Ал енді мына жаңағы қара қымақтың үстіне мына қаздың майын дұрыстап отырып ақырын қолмен салып қою керек. Ал енді міне жаңағы алмамызды кесіп дайындап қойдық. Енді жаңағы қара қымақтың жанына сала береміз. Ал енді жаңағы қалған қаздың майын мына алманың бетіне осылай салып қоямыз. Енді біз тіс шұқитын таяқшылармен мына қаздың етін, мына жерін, мына кесілген бөлек жерін түйреп қоюымыз керек. Ал енді арайын қазына дайындадық. Міне осы дайындық. Енді мына дәмдеушілерін бір неге қосып, үстіне жағып дайындап қойып, үстіне жағып қоя тұрамыз. Бір сағаттай, бір жарты сағатқа, бір сағатқа қойып қоямыз. Бірінші сарымсақты саламыз. Бұл сарымсақты сарымсақты майдағы турамыз керек, көрдің бе? Майдағы. Содан кейін майонезімізді қосамыз. Шамамен қанша қасық майонез қосамыз? Бір-екі қасық. Үш қасықтай болса да болады. Неге десең, қазір үлкен ғой. Сондықтан жетпей қалмасын. Сондықтан біз үш қасықтай толтырмай, қасықпен өлшеп сала береміз. Мұнан міне қызыл бұрыш, ащы қызыл бұрыш, тәтті қызыл бұрыш, қара бұрыш. Ал енді дәмдеушіні дайындап қойдым. Енді осы дәмдеушіні алып, қаздың сыртына осылай жаға береміз. Ал енді арайын мен саған мынауында бәріштің қамырмен қалай істейтінін көрсетейін. Өзім сен сияқты кезімде осының бәрін мамамнан көріп, өзім оқып үйренген нәрсе. Мына жайған жаңағы ашқан қамырымызды жайдық. Енді осының ортасына дайын қазымызды салып ораймыз. Ал енді мына бәлішіміз дайын болды. Жаңағы қамырымызды қазды орадық. Үстіне мына екі жерден тесік қалдырдым. Неге десем, дұрыстап сөлі ошықсын деп, мынандай үстінде екі тесігін қалдырдым. Ендігі қадамымыз осы дайын бәлішімізді пешке қоямыз. 170-180 дәрежеге қоямыз. Уақыты енді бір 2,5 сағат ұстау береміз. Пешке сала береміз. Енді соны жағып. Енді жаңағы 2,5 сағат уақытымыз өтті. Қазымды піскеніп көріп, пісе алады. Ақырын қарайын, қазымды ала берейін. Міне қазым пісіп. Қазымыз дайын. Қазір мен саған қалай кесіп көрсетейін.
Келіңіз қазір. Кесінген. Жаңағы қамырымыз міне ораған пісті. Наны өте дәмді болып жатыр міне. Майы сіңген. Етке қосып қазір ауыз тиесін. Dәмді болды. Ал енді біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.